Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Хамзина Гүлшат Бақытжанқызы. Мен сіздерге білім берудегі менеджмент пәнінен дәріс сабағын өткіземіз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы менеджмент басқару туралы ғылым. Бүгінгі сабақтың негізгі дәрістің жоспары менеджмент кәсіби қызметтің ерекше түрі ретінде бірінші сұрағымыз. Екінші сұрақ менеджмент жайлы ғалымдардың еңбектеріне шолу. Үшінші сұрақ қазіргі менеджменттің мәні мен өзіне тән сипаты. Енді біз бірінші сұрақ бойынша бастамас бұрын менеджмент сөзіне түсінік беріп кетсек. Менеджмент ағылшынша басқару, меңгеру, ұйымдастыру дегенді білдіреді. Ұйымда немесе кәсіпорында жұмыс істейтін адамдардың еңбегін басқара отырып, алға қойған мақсатқа жетуді ұйымдастыра білу. Әлеуметтік, оның ішінде білім беру үрдістерін басқару принциптері мен әдістері, құралдары мен нысандарының жиынтығы. Қайталап айтамын, менеджмент дегеніміз басқару, меңгеру, ұйымдастыру дегенді білдіреді. Ғылыми менеджменттің негізін салушы белгілі ағылшын ғалымы Фредерик Уинстон Тейлор болатын. Ол ғалым 1856-1915 жылдарда өмір сүрген. Оның еңбекті ұйымдастыру және өндірісті басқару жүйесі алғаш рет ақш-та 19 ғасыр мен 20 ғасыр тоғысында кең пайдаланыла бастады. Педагогикалық менеджмент оқу-тәрбие, оқу-таным үрдісінің және білім берудің бүкіл жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған. Осы орайда оларды басқарудың негізінен принциптері, әдістері, ұйымдастыру нысандары, технологиялық тәсілдерінің кешені басты болып табылады. Қазақстанда менеджмент қағидаттары, тәсілдері, амалдары нарықтық экономиканың өркендеуіне сай кеңінен таралған. Педагогика ғылым мен тәжірибеде тұтас педагогикалық процесті басқару ғылыми тұрғыдан қарастырып, оған қатаң ғылыми негізделген сипат беруге деген ұмтылыс күшейе түсуде. Шындығында басқару тек техникалық және өндірістік қана емес, сонымен бірге педагогика сияқты күрделі әлеуметтік жүйе үшін де қажет. Біз білім беруді басқаруды жүйелейтін болсақ, негізінен биологиялық, техникалық, әлеуметтік болып үшке бөлінеді. Ал биологиялық дегеніміз бұл тірі ағзалар, жан-жануарлар, өсімдіктер. Ал техникалық дегенде, мысалы мектепті алатын болсақ, мектептің білім берудегі басты мультимедиалық кешенін біз осы техникалық құралдарға жатқызамыз. Енді басты негізгі әлеуметтік жүйеге бөлетін ол осы білім беру саласы, яғни педагогика кіреді. Жалпы басқару дегеніміз шешім қабылдауға бағытталған, белгіленген мақсатқа сәйкес басқару нысанның әрекеттері. Ол үшін басқару әрекеттеріне кіреді ұйымдастыру, қадағалау, реттеу, талдау, нәтижесін шығару, қорытындылау. Негізінен жалпы басқаруға мектеп директоры кіреді. Мектеп директоры оның және мектеп директорының оқу ісі жөніндегі, тәрбиесі жөніндегі және сонымен қатар мектеп мұғалімдері, сынып жетекшілері, осылардың бәрі басқару әрекеттеріне, сонымен қатар оқушыларды қосуға болады. Ұйымдастыру дегенде, бұл ұйымдастыру жұмыстарын атқаратын директордан төменгі, яғни оқу тәрбиесі жөніндегі меңгерушілер, орынбасарлары және сынып жетекшілері, пән мұғалімдері бұл ұйымдастыру жұмыстарын, қадағалау жұмыстарын, жаңа айтып отырған реттеп отыру, белгілі бір өткен шараны талдау және оның нәтижесін шығару, қорытындылау осы негізгі басқарудың әрекеттеріне жатады. Ал мектепшілік басқару дегеніміз бұл біртұтас педагогикалық үдеріске қатысатындардың барынша жоғары нәтижеге жетуді көздеген мақсатты, сапалы өзара әрекеттесуі. Біртұтас педагогикалық процеске қатысушылардың өзара әрекеті бірізді, өзара байланысты әрекеттер мен қызметтердің тізбегінен тұрады. Бұл жерде жаңа басында айтып өткендей әрекеттерден тұрады дедік. Біртұтас педагогикалық процеске біз мектептің бүкіл білім үрдісін қосамыз. Оған оқушыдан бастап пән мұғалімдері, сынып жетекшілері, негізгі оқу және тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлар, директор, осылардың бәрі осы
бір тұтас педагогика процеске қатысушылар болып табылады. Педагогикалық процесс бұл объекті болған жағдайда оның қатысушылары субъектілер болып табылады. Және бұл жерде де міндетті түрде педагогикалық талдау болу керек, және мақсат қоя білу керек, жоспарлау керек. Мақсат қойылғаннан кейін міндетті түрде жоспарланады, және жоспарланған іс-шараны ұйымдастырамыз, бақылаймыз, реттейміз және түзетеміз. Енді менеджмент сөзі ағылшын тілінен менедж дегенді білдіреді дедік. Ол Оксфорд сөздігінде былай берілген болатын. Бірінші, адамдармен қарым-қатынас жасау әдебі. Екінші, билік және басқару мәдениеті болып табылады. Үшінші, бұл шеберліктің ерекше түрі және әкімшілік дағды болып табылады. Төртінші, басқару органы әкімшілік бірлік. Сонда менеджмент сөзінің өзі Оксфорд сөздігінде осындай 4 түрге бөлініп берілген екен. Жасау әдебі, мәдениеті, әкімшілік дағдылар және әкімшілік бірлік. Осы 4-ке бөлініп берілген екен. Енді ғалымдарымыздың талдауына келетін болсақ, Петерсон мен Плоумен кең мағынада әлеуметтік тұрғыда қарағанда менеджмент дегеніміз адамдарға тән тенденцияда топты қалыптастыру нәтижесінде өрістейтін техника немесе тәсіл деп берген болатын. Қандай ұжым болмасын, оның өзінің жеке менеджменті болуы керек. Осы тұрғыдан алғанда менеджмент ұғымын тәсілдер жиынтығы ретінде қарастыруға, әрі сол арқылы белгілі бір адамдар тобының мақсаттары мен міндеттері белгіленеді, айқындалады. Гальвецийдің пікірінше, басқару процесі өнер. Оның басты мәні басқару саласының ұйымдық ілім негізін нақты жағдайда қарап қолдану. Расында да басқаруды біз негізінен соның ішінде мұғалім мамандығын, педагогикалық мамандықты біз өнерге теңеп театрмен байланыстырып жатамыз. Расында да басқару саласындағы ұйымдық ілім негізін жақсы қолдана білудің өзі бұл өнерге жатады. Сонда басқару процесі өнер деп қорытындылауымызға болады. Енді осы тек қана бұл 2 ғалым ғана анықтама бермеген, басқа да көптеген ғалымдарымыз өзінің ой пікірлерін білдірген. Бұл ғалымдар, алдыңғы ғалымдар менеджмент туралы пікірлерін білдірсе, ал осы қазіргі тоқталайын деп отырған ғалымдар ол педагогикалық менеджменттің тоқталып анықтама берген. Симоновтың анықтамасы бойынша педагогикалық менеджмент дегеніміз кешенді әдістердің, ұстанымдардың, ұйымдастыру формалары мен технологияларды педагогикалық жүйеде тиімді әрі дамытуға бағытталған басқару деген болатын. Ал Хоруженко мен Куперинаның айтуы бойынша педагогикалық менеджмент оқу тәрбие, оқу таным үрдісінің және білім берудің бүкіл жүйесінің тиімділігін арттыруға бағытталған, оларды басқарудың принциптері, әдістері, ұйымдастыру нысандары мен технологиялық тәсілдерінің кешені. Садвакасованың айтуы бойынша, анықтамасы бойынша, педагогикалық менеджмент бұл басқарудың ғылым негізі экономикалық жағдайда адами ресурстардың аз шығындалып, көп пайда табуын ұйымдастыру деген болатын. Сонда ғалымдарымыздың ой пікірлеріне тоқталатын болсақ, Симоновтың айтуы бойынша бұл педагогикалық менеджмент әдістердің, ұстанымдардың, формалардың, технологиялардың бір жүйеде, соның ішінде педагогикалық жүйеде тиімді әрі дамытуға бағытталу керек деген. Ал Хоруженко мен Куперинаның айтуы бойынша бұл оқу тәрбие үрдісінің, бұл білім берудің бүкіл жүйесін тиімділігін арттыруға бағытталған. Бұнда да принциптері, әдістері, басқару нысандары, ұйымдастыру нысандары, технологиялық тәсілдердің кешенін қолданылады деген. Жаңа айтып өткенде Садвакасыда бұл басқарудың ғылыми және экономикалық жағдайда адами ресурстардың аз шығындалып көп пайда табуын ұйымдастыру. Сонымен қатар қайталап айтамыз, педагогикалық менеджмент бұл адами ресурстардың аз шығындалып көп пайда табуын ұйымдастыруды білдіреді екен педагогикалық менеджмент. Осындай ғалымдардың өзіндік ой пікірлері қалыптасқан.
Енді біз манадан бері менеджмент сөзіне тоқталдық. Енді менеджер ұғымына тоқталатын болсақ, менеджер ұғымы ең алдымен кәсіби басқарушылық базалық білімі санатындағы жаңа типтегі басшы ретінде түсіндіріледі. Мысалға, біз қазір уақытта мектептерді директор деген жалпы басшылық атауда болатын болса, оны біз менеджер деген ұғыммен айырбастай аламыз. Яғни жаңа типтегі басшы деп түсіндіріледі. Білім беру мекемелерін басқару кез келген жинақтай алатын тәжірибе ғана емес, ол терең меңгеруді қажет ететін ғылыми білімдер жүйесі және туа біткен қабілетті, ерекше дарындылықты, лидерлік қасиеттерді талап ететін өнер. Сонымен жаңа мана басында айттық, білім беруді басқару ол өнер дедік. Сондықтан да осы басқарудың өзіне тәжірибе жинақтау керек. Және тәжірибе ғана емес, ол терең меңгеруді қажет етеді. Ол үшін басшы білімді болу керек, ғылыми білімдер жүйесінде, және туа біткен қабілетті болу керек, дарынды болу керек, және көшбасшылық қасиеттері жоғары деңгейде болу керек. Біз бұны, яғни басқару өнер деп қайталап айтуға болады екен.